Қазір бізді қолдайтын аталар болмай тұр, жастар болып тұр да, өкінішке орай. Аталарымыздың көбінің сыйқы әңгімесі араб құлдар деп шығып жатыр да, үлкендеріміздің көбі. Араб құлдар, бұлар араб ертең жаулайды бізді деп. Проблема жоқ, айта бер, проблема жоқ. Өзің айтқан сөзің ертең өзің жауап бересің Алланың алдында. Бірақ ешкім арабтың құлы болып жатқан жоқ, осыны айтып кетейін деген, осы жерде айтып кетейінші. Ешкім арабтың құлы емеспіз, біз Алланың құлымыз да. Арабтың бізге бір нәрсесі керек жоқ. Олардың дәстүрі, салты өздерімен өздері. Біздің өзіміздің қалыптасқан салтымыз, дәстүріміз, жолымыз бар. Алланың қалауы пайғамбар арабтан шығу керек болды. Басқа бізге арабты байланыстыратын ештеңе жоқ. Пайғамбар ортақ, бірақ арабтікі деп айта алмайсың да. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі айтып кеткен. Арабтың өзге ұлттың арабтан, қараның ақтан, ақтың қарадан ешқандай артықшылық жоқ дейді. Алланың алдында ешкім артықшылық жоқ, ешкімнен тек тақуалықпен дейді. Яғни Аллаға кім жақын, сол артық дейді, болды. Қазіргі адамдардың ауырып жатқаны сол да, араб сені жаулайды деп, қай жерді жаулапты араб?